Ассалаумағалейкум баршаға. Бүгінгі видеода көретіндеріңіз үйдің төбесін жылыту. Немесе орысша айтқанда утепление крыши. Менің алдыңғы видеоларымда толығымен құрылыс қалай жүріп жатқан жайында көруге болады. Енді қазақша контент қолдап жатқандарыңызға үлкен рахмет. Ары қарай жалғастырамыз. Маған көптеген ұсыныстар қазірге танымал пенобетонды айтты. Дегенмен қаншалықты видеолар көрдім, оның минусы жайында да, плюс жайында да, дегенмен толыққанды өзім сеніңкіремедім. Көңілім бұрып тұрмады. Мен оны жамандап жатқаным емес, дегенмен өзім тексерілген құрылыс нормалары мен стандарттарына сай материалдарды пайдалануды жөн көрдім. Мен құрылыс бастайтын кезде ұсталардың тез келгендіктен мен аяқ астынан материал алуыма мәжбүр болдым. Көріп тұрғандарыңыздай мен плита мен ватаны алдым. Оның квитанциясын көрсеңіздер болады, бағасын да сол жерден байқасаңыздар болады. Оның астына төселетін материал мембрана дейміз, екі түрге бөлінеді екен. БА деп немесе басқа жерде басқа да атауы болуы мүмкін. Біреу астына арналған, шамалы жұқалау келеді. Барлығын толығын жапқаннан кейін үстіңгі қабаты А деп аталады. Ол қалыңдау ауа райының әсерлеріне кедергі тудыратындай материал деп есептеледі екен. Енді көре жатармыз уақытысымен. Мен бастаған кезде ұсталар толығымен барлығын білеміз де, дегенмен екеуін қатарына салып қойыпты. Енді қайтып бұл видеода алдырып жатырмын. А мен Б материалын бірге қосып жасап қойыпты. Бұған арнайы құрылыс степлерін алдық. Барлығын толығымен ағаштарға бекітіп шықтық степлермен. Одан кейін мен плитаның арасында тесік қалмайтындай етіп жабуға тырыстық. Дегенмен қарап тұрған жөн. Мына бейнеде қарап тұрсаңыздар, кейбір жерлеріне аяқ бассаңыз кіріп кетеді. Сөйтіп ол құрамын жоғалтады деп айтылады. Мендегі бөлмелер бөлінген, мысалға ортаңғы холл биіктеу орналасқан, соның арасында кірпіш бар. Ол бөлме бөлініп тұрғандығы төбеден білінеді. Мына видеода байқасаңыздар болады. Соның арасында қосылған жерлеріне міндетті түрде толығымен материалдарды тығып, тесіктерді жапқан жөн. Болмаған жағдайда оның пайдасы болмайды. Әрине бұның үстіне жүруге мәжбүр болғандықтан бұған ағаш қойып жүруді талап еттім. Көрсеңіздер болады. Айтпақшы, ұсталармен келіскен кезде бастапқыда 100 мың деді, сосын мен оның жұмысының тез бітеді және оңай көрсетсең домалатсаң кете береді деп түсіндірдім. Сонымен 70 мың деді, айналып келіп 60 мыңға келістік. Дегенмен жұмыс 3 күнге созылып кетті. Сонымен солардың айтқан 70 мың теңгесін беретін болдым. Білмеймін, бұл қымбат па, аз ба, өздеріңіз көрсеңіздер болады. Бұл видеода ары қарай мен плитаның үстінен ватаны жайып жатырмын. Бұл да 2 қабат болып кетті. Бірінші қабаты төселіп жатқан уақыт, осы жұмыстың барлығы жаңағы айтқандай 3 күнге созылды. Көзге көрінбейтін жұмыстар бәлкім жоқ, көп шығар. Ағаш төсейді, тесіктерді бітейді, оның арасына материалдап келеді және степлермен бекітіп шығады. Дегенмен 3 күн деген көп сияқты меніңше. Комментарияға жаза кетіңіздер, қанша күнде істедіңіздер өздеріңіз. Негізі жұмыс бергеннен кейін көздің қиығын салып тұрған дұрыс екен. Мына жерде ватаны ортасынан төсеп жатыр екен. Қарап тұрсаң шетінен бастайтын нәрсе. 3-ші күннің кешінде жұмыс аяқталды. Өкінішке орай кешке мен толығына қарауға мүмкіндік болмады. Сеніп кеттім. Дегенмен кешке түн болмай жатып бір қарап кеткен едім. Бастапқы келісім бойынша қалыптар бар еді ғой, қалып, кәдімгі опалубка. Соны бұзып, соның қалған материалдарынан әрбір 90-60 см арақашықтықты сақтап, үстіне басып қоямыз деген еді. Ертеңіне таңертең қарасам, ол қалыптар өз орнында тұр. Пайдаланылмаған материалдар бар еді, соны толығымен жайып шығыпты. Әттең ай дедім. Дегенмен 3 күнге созылған, бұларды асыққан шығар. Тағы да бағана айта кеткен нәрсе. Дегенмен мініздемей қойын, жұмыс керемет орындалды деп ойлаймын өз басым. Енді жылы болады шығар деген. Келесі жылы айтарым, жақсы болды ма, жаман болды ма. Айтпақшы, өздеріңіз қалай ойлайсыздар, дұрыс жабылды ма? Әлде қосымша бір материал тағы да үстіне салу керек па? Әлде қандай да бір ұсыныстарыңыз болса айта кетсеңіздер. Ал осы уақытқа дейін қарап жатсаңыздар, барлықтарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға бұдан да керемет зәулім үй бұйырсын. Енді бізде келесі қадам жылыту жүйесі. Міндетті түрде тіркеліңіздер, қоңырауын басыңыздар, комментария қалдырып кетіңіздер. Алдыңғы видеода айтқандай 90%-дан жоғары адамдар тіркелмей қарайды екен. Әрине тіркелсеңіздер, басқа да видеоларды өткізіп алмайсыздар.
Қазақша контент ұнап жатса міндетті түрде қолдау көрсетіп кетіңіздер. Рахмет сіздерге. Баршаңызға жақсылық тілеймін.